Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін восточный пирогын пісірем деп шештім. Алдымен жұмыртқамызды, секерімізді араластырып, ерігеннен кейін сарымайымыз бен разрыхлителімізді салып, оған ұнды саламыз. Керек мөлшерлемелердің бәрі описание бөлімінде көрсеттім. Әбден араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Иленген қамырымызды тоңазытқышқа 30 минут қойып, одан кейін табамызды мен майлап алдым. Үлкен әсел пештің табасына пісірдім. Сіздер өздеріңіз біліңіздер. Осылай қолмен жайсаңыздар да болады, оқтаумен жайсаңыздар да болады. Қамырыңызды салып аласыз. Одан кейін мен вилкамен істеуді ұмытып кетіппін. Сосын грек жаңғағы мен мейізімді үстіп араластырып алдым да төсеп шықтым. Одан кейін үстіне мен вареный сгущенка, қатты қойытылған сгущенканы құйдым. Сіздер қойытылмаған емес, обычный сгущенкамен жасасаңыз түрі сүйкімді көрінеді екен. Ұмытып кетпеңіздер. Вареный сгущенка керек емес екен бұл жерде. Вилкамен астын түртіп алмағандықтан қамырым осындай болып шықты. Мен сияқты сіздер де